10 минут 30 секунд. Миы толық тоқтауға шақ қалғанда, Текила Ләйлә ашытылған вискидің дәмін есіне түсірді. Өлер түні тамағынан өткен соңғы нәр сол еді. 1990 жылғы қараша, әдеттегі күннің бірі. Түс қайта Жәмилаға қарасып жүргелі біраз болып қалған. Досының хәлі күннен күнге нашарлап бара жатқан соң, ешкімге тіс жармай, оның анау-мынаусына, күтіміне кететін шығынын өз мойнына алған. Бүгін Жәмила екеуіне арнап, жүгерге сары май, қант, тұз, гүлшетін қосып, ешкімде жоқ рецептімен бір дәу тұстақан бадынақ қуырды. Енді отырып жей бастағаны сол еді, телефон шар ете қалды. Соғып тұрған Бетер шеше екен. Қалайсың, Ләйлә қыз, шаршаумысың? Ар жағында нәзік, жанға жайлы, сырға толы музыка ойнап тұр. Әдетте Бетер шеше мұндай әуенді тыңдай алмайтын. Шаршасам не болыпты? Бетер шеше мұның сөзін қыстырған да жоқ. Бір-бірін талайдан бері таниды ғой. Сондықтан анау-мынауды елемейтін, естісе де естімегенде отыра беретін болған. Бері қара қыз, тыңда, қолымда майшелпектің көкесі бар. Ондайлар күнде кезге бермейді. Құдай ақы, өліп кетейін. Бүгін Олжаға кенелейін деп тұрсың. Ләйлә ақырын күрсінді. Анау бір атақты актер бар ғой, әлгіше. Ой құрысын, әлгі тіл біткен, машина айдайтын жігітше. Соған ұқсайды өзі. Аты неді сол сериалдың қызау? Шабандоз серіні айтып тұрсың ба? Дәл өзі. Бала содан аумайды. Сондай сымбатты дегенім ғой. Оны қойшы, әке шешесі сұмдық бай. Бай болғанда да енді сұмдық бар. Кілтипаны не оның сонда? Деп сұрады Ләйлә. Ақшасы көп, жас, келбетті. Ондай адам жүзекшеге зәру болатындай не болыпты? Бетер шеше тырқ-тырқ күлді. Бар да бір себебі. Айтамын ғой оның да жөнін. Құлағым сенде. Бар баланың отбасы, қалай айтсам екен, сондай бір тақуа болғанда да шектен тыс енді. Әкесі тым қатал жігіт, озбырлығы да жоқ емес. Мен не десем, соны екетпейтіндердің өздері, ұқтың ба? Әрине, күндердің күні ұлым бизнесіме ие болып қалса дейді ғой. Яғни, анау қарайған байлық, мал мүлік осы ұлында қалады, ойлан. Кілтипанын айтқан жоқсың. Сабыр, сабыр түбі саралтын қыз. Содан әлгі жігіт алдағы апта үйленеді, келер апта үйленеді. Алайда әкесінің уайымы күшті. Не боп қапты? Екі себебі бар. Әуелі бала үйлену, сүйлену дегенді білмеймін, керек емес деп отыр деді. Қалыңдығын иттің етінен жек көреді екен. Құлағыма сенсем, қызбен бір бөлмеде оңаша қалуға да жаны шыдамайтын көрінеді. Көрмеймісің енді жағдайды. Екіншіден, негізгі түйткілдің бәрі осы жерде. Мен емес енді оны айтып отырған әкесі өзі солай дейді. Ау, шекер шеше, аузыңа салған маржаныңды шығар болды. Не десем екен, бала әйел дегенді жақтырмайды. Яғни жақтырмайды дегенде андай ғой енді. Енді Бетер шеше демін тартып. Дүние ісі тұла бойын тітіркентіп, тамағын қышытып жібергенде ұзақ жөтелді. Ал бұл бала өз жынысынан біреуді сүйеді екен. Анау-мынау емес, талайдан бергі дейді әрине. Әрине әкесі біледі. Өз қолын өзі шапсын ба. Әлгі еркек бәрін біліп отыр, қу түлкі. Ұлының соңына адам салып қойыпты. Екеуін ажыратпақта болған. Одан да түк шықпаған соң, енді аяқ астынан ұлын үйлендіремін деп шешіпті. Үйленсе түзеліп кетер дейді ғой. Ұқтың ба? Апыр-топыр, таныс-паныстан сұрастырып жүріп, келін болар қыз тауыпты. Тойдың да ау мен бауы түгел сақадай сай дейді. Шақыратын адамның да тізімі дайын екен. Көріп тұрғаныңдай бәрін өзі істеген ғой. Анаң қара әкесіне, не деген жынды жігіт өзі. Солай, төменшіктететіндей жынды емес бірақ. Охо, дәу жынды десеңші. Жайсаң жынды, жолан жынды, енді сол жайсаң жолан жынды жымыз жүрегі кең үріп ауызға салғандай тәжірибелі әйел неке түніне дейін ұлына істің мән жайын үйретсе дейді. Жүрегі кең үріп ауызға салғандай тәжірибелі. Мен, яғни, деп әр сөзді рахаттана айтып қайталады Ләйлә. Бетер шеше біреуді мақтайтын кезі тым сирек.
Өзге қыздардың біріне хабарлассам да болатын еді, деді. Петер шеше құдды Ләйләнің ырза боп қалғанын сезгендей. Уақытқа әмір барма, күн өткен сайын қартайып барасың. Алайда ақшаға мұқтаж екеніңді білемін. Әлгі африкалық қызға әлі қарап жүрсің бе? Иә, жанымда. Ләйләнің даусы бәсең шықты. Мақұл, қайда жолығамыз? Таксимде, үлкен қонақ үйде. Ләйләнің ұнжырғасы түсіп кетті. Ол жерге бармайтынымды білесің ғой. Петер шеше осылай дегенін күтіп отырған кісіше тамағын қырнады. Құдай-ау, адрес осы. Әрі қарайғысын өзің шеш. Өткенде қалдырып, үйленер кезің болды ғой осы. Дәлидің бұл өмірден кеткеніне талай жыл өтті. Сол қонақ үй ма, басқа ма, не айырмасы бар қарағым? Ләйлә ештеңе деген жоқ. Сонымен не дейсің, жауабыңды айт. Күні бойы тосып отыра алмаймын. Жақсы, жарайды, барамын, деді Ләйлә. Бәрекелді. Гранд Делюкс Боспор люксі. Сағат 10-ға 15 қалғанда сонда бол. Тағы не? Көйлек киесің. Қолы ұзын, декольтелі болсын. Алтын түсті, жылтырақ, әрине қып-қысқа болуы керек. Сұраулары сол. Баланың сұрауы ма, әлде әкесінікі ме? Петер шеше күлді. Әкесінікі. Айтуына қарағанда, ұлы алтын түсті, жылтырақ нәрселерді жақсы көреді екен. Бір іске жарап қалатын шығар деп ойлап отыр. Сөзіме құлақ сал, ұлдық айтесің. Одан да жайсаң жолан жындыны жіберсен маған, дұрысы. Өзімен танысқым келіп отыр. Қумашы жындығыз. Ол еркек екеумізді қатар қойып, атып тастар. Көтек, не қылдит тағым, мақұл онда. Тек ондай көйлегім жоқ. Бар да ал біреуін онда, деді Петер шеше тістене сөйлеп. Қанымды қарайтпа. Ләйлә сөзін құлағына ілген жоқ. Бала бұған разы боларына сенімдімісің? Разы емес, әрине, несіне разы болсын? Осы уақытқа дейін 4 қатын жіберіпті жанына. Бала біреуіне де жақындамапты. Сенің міндетің осы жолы ойын түбегейлі өзгертпек бол. Ұқтың ба? Жауабында күтпестен Петер шеше тұтқаны қоя салды. Қолына телефон тұтқасын ұстаған Ләйлә үнсіз ернін тістеп бір сәт тұрып қалды. Кешке қарата Ләйлә Истикал даңғылына қарай тартты. Бұл аса қажет болмаса бара бермейтін жолтын. Үлкен жолдың бойында дүкендер қашан көрсеңде кісіге лық толы. Қаптаған шынтақ, қаптаған көз. Иығы ашық блузка, етегі қысқа қызыл былғары белдемше, биік өкшелі топылай киген. Ол теңселе басып, селдей аққан жаяулардың арасына кірді. Адамдардың бәрі аяғын жай ашып, бір-біріне ілесе басып, иығына тиіп бірдей қимылдап кетіп барады. Даңғылдың бір басынан екіншісіне қарай жөңкілген жұрт сынық саясуыттан аққан сиядай қараңғыға сіңіп кетіп бара жатыр. Қасынан өткен әйелдер Ләйләні ала көзбен атса, еркектер тамсана қарайды. Күйеуімен қолықтасқан әйелдерге көз тастады. Бірі меншіктеп алғандай, енді бірі меншіктелгеніне разы. Отбасылық отырыстан соң баласын арбаға салып алып, үйіне қайтып бара жатқан шешелерге, көзін жерден алмай кетіп бара жатқан келіншектерге, қол ұстасып серуендеп жүрген жұптарға білдіртпей көз тікті. Адамдар өзін төңірегіндегінің бәріне қожайын сияқты ұстайды. Мына қалай ертеңде, одан кейінгі күндерде біз үшін дәл осы қалпында тұрады дегенге бек сенімді. Сөйтіп ойлап келе жатқанда, Ләйлә бір дүкеннің әйнегінен өзіне көз салды. Ойындағыдай емес, бір шама шашыраңқы, үкі түкісі шығып келеді екен. Дүкенге бас сұқты. Басына орамал салған биязы, тілі майда сатушы әйел алдындары келіп жүрген Ләйләні бірден таныды. Іздеп жүрген көйлегін табуына көмектесті. Өзіңізге жараса кетті. Сізді мына түс ашады екен. Шынымен, деді Ләйлә киіп көретін жерден шыққан бетте. Не кисе де есеп-қисабы жоқ, жүздеген әйелге де осы сөзін айтудан жалықпайды. Ләйлә сонда да жымиды. Қанша дегенмен, сатушы әйел бұған бір мысқалда немқұрайлы қарап тұрған жоқ. Ақшасын төледі, көйлекті шешкен жоқ. Киіп келгендерін полиэтилен қалтаға салып, сонда тастап кетті. Кейінірек келіп алып кетеді ғой. Сағатына қарады. Шамалы уақыты барын білген соң, керуенге қарай аяңдады. Дөнер, ноқат қосқан палау, күнкөреш сияқты көше тамақтарының аңқыған иісін желі қуып жан-жаққа жайып жатыр. Керуенде бір жынысты швед жұппен бірге әңгіме дүкен құрып налан отыр. Göteborgen
велосипедінен шыққан екі жігіт Қарашиге бара жатыр екен. Тура 7813 шақырым жүрмек. Түркияның бір қиырынан екінші қиырына жетіп, соңыра Иран асып кетпек. Өткен ай Берлинде біраз демалып, сағат тура түнгі 12-ні соққанда Бранденбург қақпасында батыс Германияның туы қалай көтерілетінін көріпті. Сондағы түскен суреттерін налаңға көрсетіп отырғаны осы. Бір қызығы, сол бірінің тілін білмесе де тәп-тәуір түсінісіп отырғанға ұқсайды. Үшеуін үнсіз сырттай бақылағаннан ләззат алып, Ләйла сол арада біраз отырды. Үстелдің үстінде газет жатыр. Әуелі жаңалық оқыды. Соңыра жұлдыз жорамалға кезектеді. Басқаруға келмейтін жағдайлардың құрбанымын дегенге сенесіз. Жағдайды өзгертетін күн бүгін деп жазыпты жұлдыз жорамалда. Жұлдыздың оңынан туғанының арқасында асқан өжетсің. Жүрегіңді өрек бітер бір қызық болғалы тұр. Тек ол үшін тәуекел деп бірінші әрекет етпек керек. Ойыңды тазарт, сезіміңді сыртқа шығармай, іштей тына бергенді қой. Серуендеп қайт, өміріңнің тізгінін қолың ал, өзіңді таны. Басын шайқады да темекісін тұтатты. Шақпағын үстелдің үстіне қойды. Өзіңді таны дейді. Құлаққа қалай жағымды естіледі десеңші. Тарихқа үңілсек, адамдар бұл сөзді сүйгені сондай ғибадатханалардың дуалына ойып жазған екен. Ал Ләйла бұл кеңестен шындықты көре тұра аяқталмай жарым-жартылай қалған сияқты деп ойлады. Басты қағида бұлай болса керекті. Өзіңді таны, алайда бір мәжнүнді көрдің бе, алдап кетпесін, оны да таны. Өзіңді түсіну мен оның салдарын білмек екеуі ажырамас бір тұтас болмақ керек. Әйтпесе, адам бұл өмірде тірі қалмас. Десе де бүгін түнде қатты шаршап қалмаса, үйге дейін жаяу қайтып, ойын тазаламақ. Өмірінің тізгінін өз қолына алмаққа тырысады, не болса да. Үстіне жаңа көйлек, аяғына арқасы ашық дүзөкше туфли киген Ләйла айтқан уақытынан 1 минутта кешікпей қонақ үйге жетті. Аспан қара көк тартып, қонақ үйдің ұзын біртұтас сызығы ерекше көзге түсіп тұр. Жотасынан төмен қарай бір тамшы тер сырғып өткенін сезді. Тұла бойын ыза кернеп алған. Құдды тап қазір бір бұрыштан гүрілдеп оқ өтпейтін көлік шыға келетіндей. Дәл басының тұсынан зу ете қалған оқтың үні шыңғырып, бақырған ащы дауыстарды еститіндей. Ғимарат алдындағы саябақ бос. Алайда Ләйлаға жан-жақтан қыстырылысқан 100 адам бардай көрініп тұр. Тынысы тарылып кетті. Сыздап кеткен өкпесіндегі ауаны ақырын-ақырын шығарды. Бір сәттен соң түк болмағандай түр жасап, әйнек есікті ашып ішке кірді де жан-жағына қарады. Арнайы тапсырыспен жасалған аспашамдар, жылтыраған жез шамдар, мәрмәр еден, осы шамалас ғимараттардың бәрінде кезігетін талғамсыз асыра сілтеп жіберген декорация ғой. Ортақ санадан ізде жоқ. Өткеннен хабар берер титтиде белгі жоқ. Бәрін бастан безендіріп, терезелерге күміс түстес перде тұтыпты. Тарих бетін жылтырақпен сән салтанат басыпты. Кірер ауызда металл іздегіш тұр. Сөмке басқа да ұсақ түйегіңді жылжымалы таспаға қоясың. Ал солардың басы қасында 3 бірдей күзетші жүр. Таяу шығыстың түрлі аумағындағы люкс қонақ үйлер лаңкестер шабуыл жасағаннан кейін қалада қауіпсіздікке қатты қарайтын болған. Ләйла сөмкесін таспаға қойды да жамбасы ырғаңдап металл іздегіштен өтті. Қауіпсіздік қызметкерлері ішіп жеп қарады. Басына не келіп не кеткені жүзінен ақ көрініп тұр. Ләйла таспаның екінші басына жетіп сөмкесін алар кезде омырауымды да көріп қалыңдар дегендей әдейілеп еңкейді. Тіркейтін жерде әдемлеп күлген, алайда күлкісі жасанды келіншек тұр. Ләйла өзіне қарай бет алғанын көргенде жүзінен аздап таңданыс табы байқалды. Бұл кісі мен ойлағандай адам ба, әлде Ыстанбулға келіп сыртта түнімен жын-ойнақ салып, құтырғысы келген шетелдік мейман бекен деп айыра алмайды ал. Екіншісі болып шықса күлімдеген қалпы тұра бермек. Жоқ, бірінші болып шықса түксие қалмақ қой. Ләйла аузын ашар ашпас келіншектің жүзіндегі қызығушылықтан ізде қалған жоқ. Тірі суып, қорсына қарады.
Кеш жарық шекерім, деді Ләйла жарқын-жарқын сөйлеп. Жұрттың менсінбей қарағанына еті өліп кеткен ғой. Оңайлықпен беріле салмайды. Не болды? Тіркеуші қызметкердің қарағаны сияқты үнде суық шықты. Ләйла ресепшн үстелін тырнағымен тықылдата бастады. Артынша бөлме номерін айтты. Кім хабарласып тұр дейін. Өмір бойына күткен аруы келіп тұр деп айтсаң болады. Тіркеуші қызметкер көзін сығырайтты, бірақ ләм деп жағы ашқан жоқ. Жылдам нөмірді тере бастады. Тұтқаның ар жағындағы адаммен арадағы әңгімесі тез-ақ бітті. Келіншек телефонды қойды да Ләйланың бетіне қарамастан сізді күтіп отыр деді. Мехси шекерім. Ләйла теңселе басып лифтінің жанына жетіп, жоғары деген түймені басты. Мұнымен бірге лифтіге бөлмелеріне кетіп бара жатқан америкалық қарт жұп кірді. Америкадағы белгілі бір буынға тән қасиет қой. Бұл кісілер Ләйлаға одырая қараған жоқ. Екеуі үшін бүгінгі күні соңына жетіп тынығар сәт келді. Ал Ләйланың тірлігі енді басталды. Ең жоғарғы қабат, ұзын, жап-жарық, сан тарапқа апарар дәліздер, шақпақ-шақпақ өрнегі бар кілемдер. Ләйла люкс бөлменің алдында тұр. Терең тыныс алды да есікті қақты. Бір ер кісі ашты. Шынымен де әлгі телехикаядағы тіл біткен көлік айдайтын жігітке ұқсайды екен. Бір орында тұрмай, жыпылық-жыпылық еткен көзі қызарыңқыраған сияқты. Әлде жылап тұрмай екен деп алаңдап қалды Ләйла. Жігіттің қолында телефон. Құтты түсіріп аламын ба деп қорқып тұрғандай қысып ұстап алыпты. Біреумен сөйлесіп жатты ма екен, сүйіктісі ме екен. Ләйланың ішінен бір дауыс солай болуы керек деді. Алғалы жатқан қызы емесі екені анық. Ах, сәлем, мен сізді күтіп отыр едім. Кіріңіз, төрлетіңіз. Жігіттің аздап тілі күрмеліп, жаңғақ ағашынан жасалған үстел үстінде жарым-жартылай тұрған виски бөтелкесі де Ләйланың күдігін жоққа шығарған жоқ. Жігіт басымен диванды нұсқады. Отырыңыз, мархабат. Сізге не ұсынсам болады? Ләйла шарфын алып, төсектің үстіне лақтыра салды. Текилаң бар ма шекерім? Текила ма? Жоқ, бірақ төмендегі мейрамханадан бөлмеге алдыртайын. Неткен сыпайы өзі, әрі сондай қапалы. Не әкесіне қарсы тұрар қайраты жоқ, табанды да емес. Үйренген өмірінің тәтті дәмінен бас тартқысы да жоқ. Сөз жоқ. Сол үшін өз-өзін жек көрер. Өмірінің соңына дейін жек көріп өтетін де шығар. Ләйла қолын шайқады. Керегі жоқ. Не ішіп отырсың? Мен де содан алайын. Ләйлаға бұлар болмас арқасын беріп, телефонды ерніне тақады да, «Иә, келді» деді. Саған кейінірек хабарласамын. Иә, әрине, қам жеме. Демек, сөйлесіп отырған кісісі әуел бастан екеуінің әр сөзін естіп отыр екен ғой. Тұра тұр. Ләйла қолын көтерді. Жігіт түк түсінбеген күйі бұрылып Ләйлаға қарады. Маған бола басыңды қатырма, сөйлесе бер, айтарыңды айтып ал деді Ләйла. Өзім онсыз да балконға барып, бір темекі тартқалы отырғам. Жігіттің қарсы шығуына мүмкіндік қалдырмай, Ләйла сыртқа шығып кетті. Көрініс ғажаптын. Бүгінгі соңғы паромдардың сары сәулесі суға түсіп тұр. Көз ұшында бір жолаушы таситын кеме кетіп барады. Төмендегі порт жақтан кішкентай кеме көзге түседі. Төбесіндегі жарқыраған маңдайшасына қарағанда кәуап пенен нан арасына салып балық сатып жүргенге ұқсайды. Тап қазір люкс қонақ үйдің 7-ші қабатында әлдекімнің торыққан жүзіне қарап, жұбатқанның орнына сол жерде анау кішкентай орындықтардың біріне жайғасып, нан ортасына салған балықты рахаттана көсеп жесе ғой шіркін. Шамамен 10 минуттан соң сықырлауық ашылып, қолында 2 стақан вискиі бар бір жігіт Ләйланың жанына барды. Біреуін бұған ұсынды. Қатар тұрған шезлоңдарға жайғасты. Бір-біріне қарап, тізесіне тиіп отырған күйі ішімдіктерінен ұрттады. Өте сапалы виски. Әкең дінге қатты адам деп естідім. Ішетініңді білеме. Жігіттің еңсесі түсті. Әкем мен туралы боқта білмеді. Ол жайдан жай, бірақ құмарлана сілтеп отыр. Бұлай кете берсе, таңертеңге дейін біраз масайып қалар түрі бар. Осы айда мұны 5-ші рет істеп отыр, білесің бе? Маған осылай әйел дайындап қояды. Әр жолында әртүрлі қонақ үйге жібереді. Бар шығынды өзі өтейді. Ал мен сосын сол түнде әлгі келген бейшара қыздармен оңаша қалуға мәжбүр боламын. Ұялып кетемін бар ғой. Жұтынды.
Әкем 1-2 күн тосады. Сосын емделмегенімді көреді де тағы бір кездесу ұйымдастырады. Меніңше, тойға дейін осылай бола беретін сияқты ғой. Ал бармаймын, керек емес десеңше. Бәрінен айырыламын, деді жігіт, көзін сығырайтып, бір сәт аузынан шыққан сөз жайлы ойланды. Ләйла стақаннан басын көтеріп сіміріп салды. Орнынан түрегеліп, жігіттің қолынан стақанды алып, өзінікінің жанына қойды. Жігіт сілейіп Ләйладан көзін алар емес. Қара шекерім, мұны қалап тұрғаның шамалы, мен де түсініп тұрмын. Сүйген біреуің бар, және тап қазір менімен емес, сол кісімен болсам дейсің. Оны да түсініп тұрмын. Қандай да бір жыныстан хабар бермейін деп кісі деген сөзге әдейі екпін қоя айтты. Ал сен тап қазір сүйіктіңді жақсылап осында шақыр. Түніңді мына ғажап бөлмеде бірге өткіз. Ұзақ-ұзақ сөйлесіңдер. Бірге бір шешімін табуға тырысыңдар. Ал сенше, мен кетемін. Тек ешкімге айтпа. Не әкең, не ортадағы делдалым біліп қоймасын. Абайла, сұрап жатса, бәріне сұрапыл түн өткіздік дей саламыз. Сұмдық, ғажапсың сен. Анау-мынау емес, премиум вибратордан да ас түседі екен, деймін мен. Сөйтіп мен ақшамды аламын, сен де жайыңа қояды. Алайда міндетті түрде бір шығар жол табуың керек. Айып етпе, бірақ мына некелерің болатын іс емес. Қалыңдығыңды байқұс қызға обал енді. Оны да мына былыққа тыққаның дұрыс емес. Ой, ол мыстан бақыттан бас айналып, ештеңе жырына кіріп жүрген жоқ. Ол да үйшіге түгел құмай құс сияқты байлығымыздың ізіне түскен. Артық сөйлеп қойғанын аңғарған еркек, жігіт кілт тоқтады. Еңкейіп Ләйланың қолын сүйді. Рахмет, тым жақсы адамсың. Алдыңда қарыздармын. Құдай сақтасын. Құдайға қайдағы қарыз? Осы өмірімізде жақсы болып өтейік, сол да жетер, деді Ләйла есікке беттеп бара жатып. Сосын әкеңе не киіп келгенімді айтуды да ұмытпа. Жарай ма? Алтын түсті пайетка көйлек киіп келіпті дегейсің. Бұл маңызды дейді ғой әйтеуір. Ойбай, себебін сұрама. Өзім де білмеймін, Құдай ақы. Ләйла бір топ испаниялық туристердің артына жасырынып, білдірмей қонақ үйден шығып кетті. Жаңа қонақтарын тіркеп жатқан ресепшндегі қызметкер оның кеткенін көрмей қалды. Қайта көшеге шыққанда терең тыныс алып, өкпесіне ауа толтырды. Қорланған әлі толмаған орақ сияқты болып тұр. Шарпын жоғарыдағы жігіттің бөлмесіне қалдырып кеткені есіне түсті. Кері барып алып келсем бекен деп ойлады да, іле-шала мазасын алмай-ақ қояйыншы деп шешті. Тек сол шарфын ерекше жақсы көретіні да таза жібек еді. Қырсығая ернінің арасына темекі қыстырды. Шақпағын іздеп сөмкесін қопарды. Жоқ, Далидің шақпағын жоғалтыпты. Оттық керек пе? Ләйла басын көтерді. Әудем жерде жиек жолға жанасып бір көлік тұр екен. Күміс түсті Мерседес. Арт жағының әйнектеріне пленка жабыстырып тастаған, жарығы сөніп тұр. Қолында шақпағы бар қапталдағы ашық терезеден бір еркек Ләйлаға қарап отыр. Асықпай басып, ер адамға қарай жүрді. Кеш жарық сұлуым, деді еркек қоқаңдап. Кеш жарық. Көзін Ләйланың көкірегінен айырмай темекісін тұтатты. Зүбәржат жасыл белбет пиджак. Оның ішінде пиджагынан да ақшылдау келген жасыл мойны бар күртеше киіп алған. Мехси шекерім. Басқа бір есігі ашылып, ішінен жүргізуші шықты. Серігіне қарағанда арықша келген, пиджагының иығы түсіңкі тұрады екен. Таз жағы қушиған, жүзі солғын. Екеуінің де көзінің түсі бір-бірінікіне ұқсайтын қою қоңыр екен. Қасының пішіні де келіңкірейді. Ағайынды болар деп ойлады Ләйла. Нағашы жиен бекен, немере ағайынды ма екен. Алайда одан да бұрын жап-жас бола тұра, екеуінің де тым бақытсыз көрінетіндерін байқап қалды. Сәлем, деді жүргізуші қысқа қайырып. Көйлегің әдем екен. Екі жігіт сол сәтте білдіртпей бір-біріне қарады. Үнсіз тілдесіп, бір-бірінің ойын құптап тұрған сыңайлы. Құдды Ләйланы танығандай. Ал Ләйла екеуін де бұрын еш жерден көрмегеніне бек сенімді. Кісі атын ұмытып қалатын кезі болған, алайда түрі жаңылған кезі мүлде болған емес. Бізбен бірге жүріп қайтуға қалай қарайсың, деді рөлде отырған. Аздап ауа жұтып қайтайық бәріміз. Қайда? Жаным, сен қайда десең сонда. Біраз бұлай, бел созбадық па? Жігіт
берер бағасын айтты. Екеуінің берерің осы ма? Армандамаңдар. Жоқ, тек жолдасым ғана, деді шофыр. Бүгін туған күні еді, сыйлығым болсын. Мұнысы Ләйлаға тосын көрінді. Алайда мына қалада бұдан да зорын көрген ғой, аса мән берген жоқ. Екі ойлы болып тұрғанын сезген еркек көндіруге көшті. Маған қатысы жоқ, я, мен онсыз да аса ұната бермеймін. Сөзінің соңын жұтып қойды. Ләйла бұл жігіт аса ұната бермеймін деп нені меңзеп тұр? Ойланып қалды. Әйелдерді жақтырмай ма, болмаса Ләйланы ұнатпады ма? Айтқан бағасынан 2 есе көп талап етті. Жігіт көзін тайдырып әкетті. Жақсы, мақұл, саудаласпағалы қалай, деп аң-таң Ләйла. Бұл қалада бір рет болсын саудаласпастан іс басталушы ма еді. Әркіліп қалды. Бетер шеше естісе, кәріне мінері анық. Ләйла оған айтпай, жұмыс алатын кезі тым-тым сирек. Алайда ұсынған ақшаларда қайырып беруге қимайтындай тәп-тәуір еді. Оның үстіне Жәмиланың сәуле терапиясына кететін шығын артып барады. Сөйтіп бір түнде 2 қомақты ақшаға қарық болмақ. Бірі қонақ үйдегі жас жігіттен түссе, екіншісі мынау. 1 сағат қана, артық жоқ. Көлігіңді қайда тоқтату керегін мен айтам. Келістік. Ләйла көлікке мініп, артқы орындыққа жайғасты. Есік жабылардың алдында қоңырқай таза ауаны құшырлана иіскеп терең тыныс алды. Құдды көмекке ұмтылған жанның бірі төбесінен құйып жіберген бір шелек суға жуынып, ширап қалғандай, бұл қалада кейде сондай сергек көрінетін. Көліктің алдыңғы жағында жатқан сигара қорабына көзі түсті. Қорап үстінде ұзын көйлегіне қызыл күрең бояу шашыраған 3 мәрмәр періште тұр. Бір сәт соларға назары ауып, қарап қалды. Сол сәтте көліктің де жүрісі жылдамдады. Алдымыздағы бұрылыстан оңға кетеміз, деді Ләйла. Шопыр ортадағы айнасынан бұған қарады. Көзі сондай қорқынышты, әрі қараған адамның жүрегі шыдамайтын қайғы бар еді. Ләйланың арқасы мұздап қоя берді. Еркек мұны тыңдамайтынын, ойында мүлде басқа жоспары барын тым кеш ұқты. Соңғы 8 секунд. Текила Ләйланың достарының арасында беделі биік, миы толықтай семерінің алдында үйде құлпынай қосып пісірген торт дәмін есіне алды. Ондай дәмді бала кезінде білген емес. Ес білгелі, Вандағы үлкен үйде аса көп той-томалақ болмайтын. Болған күннің өзінде не ел үшін деп, не дін үшін деп дастархан жаятын. Ләйла өскен үйдің үлкендері Хазірет Мұхаммедтің туған күні мен республика күнін ғана атап өтеді. Ал қарапайым адам баласының туған күнін жыл сайын тойлап құттықтайтындай мардымды нәрсе көрмесе керек. Есейген соңда неге бұлай деп сұраған емес. Алайда үйінен кетіп, Стамбулға келгенде өзге адамдарға арнайы бір күні торт пісіретінін, не сыйлық беретінін білгенде барып, біздің үйде неге бұлай болмаған деген сұрақ туған. Содан бері 6 қаңтар ештеңеге қарамай, аздап көңіл көтерейін деп қолынан келгенін жасайтын. Ара-тұра туған күнім деп жын ойнақ кеш жасап жатқандарды кезіктірсе, оларды еш жазғырмайтын. Кім білген, олар өзі сияқты бала күнінде құттықтау дегеннен махрұм қалып, содан қалған мұңды енді шығарып жүрген болар. Жыл сайын туған күнінде достары бөлмені жалт-жұлт етіп безендіріп, шарды аямай үрлеп, шағын тортын алып келіп, 5 дозы Сабатаж Синан, Ностальгия Налан, Жәмила, Зейнеп 122 және Холливуд Хумера Ләйла үшін кеш ұйымдастырып жіберетін. Бір адамның 5-тен артық досы бола алмайтындай көрінетін осы Ләйлаға. Бір түйір адал досың болса, оның өзі зор бақыт. Бағы жанған жан болса, 2 не 3 болар. Ал енді жарқыраған жұлдызы қаптаған зеңгір аспан астында тусаң, онда 5 досың болады. Соның өзі әжептәуір ұзақ өміріне жетіп артылады тіпті. Одан да көп болсын деп, соның соңына түспек, тағы да көп досым болсын деп, құнығу даналыққа жатпас. Өйткені қай-қайсыда 5-тен көп адаммен дос бола алмайды. Оның бәріне бірдей жүгіріп жүре алмайды. Шақырған жеріне жете алмайды. Сөйткен күннің өзінде әдемі достықтан парық кетеді. Асылында 5 дегенің ерекше сан деп ойлады Ләйла. Жөйттер Тәураттың 5 кітабы бар. Мәселен, Ғайсаның өміріне қауіп төндірген 5 жарасы болды.
Әлбетте, исламның 5 парызын қалай ұмытайық. Хазіреті Дәуд Жалутқа 5 малта тасатып өлтірген еді. Буддизмде 5 жолдың маңызын үйретеді. Шиба 5 жаққа қараған жүзі 5 түрлі болып құбылады. Қытай пәлсапасы су, от, ағаш, металл, жер және 5 элемент төңірегінен өрбіп шығады. Жалпы бәріне ортақ 5 дәм бар ғой. Тәтті, тұзды, қышқыл, ащы және умами. Адам есту, көру, ұстап көру, искеу, дәмін алу деген 5 сезім мүшесінің арқасында әлемді танып біліп отыр. Кейбір ғалымдар атаулары бір қызық басқа да сезімдер бар дегенімен, адам біткеннің білетіні осы әдепкі 5-тік. Былтыр туған күнінде достары дастарханды молынан жайып, ақшаны аяған жоқ. Қыш құмыраға салып, бұқтырылған қой еті, ортасына шпинат, ірімшік салып пісірген бөрек, қақталған ет қосқан ас бұршақ, арасында тартылған ет салған бұрыш, бір кішкентай банка жаңа уланған, қуырылған балықтың уылдырығын қойды. Тортты өздерінше тосын сый қылып әкелмек болған. Алайда өз араларында сөйлесіп жатқанда онысын Ләйла естіп қойған. Енді қайтсын, үйдің қабырғасы бір тілім қазының қалыңдығынан да жұқа ғой. Оның үстіне 10 жылдан аса темекіні нанша жейтін, ішімдікті суша сіміретін Наланның сыбырлағанының өзі қырылдап шығатын. Құдды темірге тиген зімпарадай қыжық жетеді. Түсі ертегі әлемін еске салатын әдемі алқызыл, бұрпылдап тұрған жып-жұмсақ кремі көп, құлпынай қосқан торт. Сондай аламыз деп ойлаған. Алайда текила Ләйла алқызылды аса ұнатпайды. Фуксия түсін құп көретін. Алқызылға қарағанда соны мінезді дейтін. Фуксия дегенге ақ кісі аузының суы құрытып, тәбеті ашатыны сондай тіліңді еріп кететін сияқты. Алқызыл дегенің фуксияның именшек түрі ғой. Жуыла-жуыла өңіп кеткен төсек жаймасы сияқты солғын, жансыз. Биылғы меншікті күнінде достарына шарт қойса қайтер екен, Фуксия түсті торт әкеліңдер десін. Бетін қанша балауыз қоямыз, деп сұрады Халиуд Хумера. 33 деді Ләйла еш ойланбастан. Әрине 33, қайтеміз, Құдай аясын. Ностальгия Налан жырқ-жырқ күлді. Егер достық дегенің салт десең, онда бұлардың бір көлікке жүк болар салты барды. Туған күннен бөлек жеңіс күнін, Ататүрікті еске алу күнін, жастар және спорт мерекесін, тәуелсіздік мейрамын және балалар күнін, республика күнін, теңізшілер күнін, ғашықтар мерекесін, жаңа жылды да тойлайды. Мүмкіндік туа қалса бірге тамақ ішіп қалатындарындағы азын аулақ ақшаның басын құрап, ерекше дәмнен алдыртып бір жырғап қалатын. Ностальгия Налан ең жақсы көретін ішімдігін де дайындайды. Бұл коктейлді керуендегі барменнен көңіл қосып жүргенде үйреніп алғанды. Анар шырыны, арақ, майдаланған жалбыз, кардамон дәні мен аямай бір тамшы виски тамызып, бәрін араластырады. Ішімдікке кетәрі еместері керемет күйге бөленіп, беті албырап, жүзі бал-бұл жанады. Алкогольді татып алмайтындары фанташ еді. Түні бойы ақ-қара фильмдер көріп жатады. Бәрі бір диванға сығылысып алып, бір киноны аяқтаған соң екіншісін бастайды. Анда-санда күрсініп, таңырқай шығарған дыбыстары болмаса, ләм деп жақ ашпастан тым-тырыс отырып көреді. Холливудтың баяғы жұлдыздары да, жасыл шамның ескі жұлдыздары да көрермен баурап алатын қас шеберлер еді-ау. Ләйла мен достары сол әртістердің әйгілі сөздерін түгел жатқа білетін. Ләйла мұны оларға ешқашан айтпаған, ең болмағанда емеурін де танытпаған. Алайда осы достары оның арқа сүйер қорғаны, сүрінгенде не құлағанда жанында болып, демеп жарасын жеңілдетеді. Клиенттерінен көресіні көріп шыққан түні қайта бойын тіктеп алады. Өйткені достарының бар болғанының өзі тәніне түскен сызат, көгергеннің бәріне ем боларын білетін. Өзін мүсіркеп, бақытсыздықтан жүрегі қарс айырыла жаздаған күндері ақырын ғана қолын ұстап, түрегелтіп дем береді. Енді міне, миы толық тоқтағалы тұрғанда және өткен кеткеннің бәрі еріп, қалың тұман дуалға сіңіп,
жоқ болып бара жатқанда есіне алған ең соңғы нәрсе туған күнге деп әкелген жарқыраған алқызыл торт. Сол кеште құдды ештеңе бұларды бір-бірінен айыра алмайтындай қамсыз, алаңсыз, мәз-бейрам болып өткізіп еді-ау. Бұл кісілердің сол отырысын көрген жан өмір дегенің кейде зәреңді алып қабырғаңды қайыстырғанымен құдды біреу көрген түсін айтып беріп отырғандай, шындап келгенде еш қауіп жоқ, жай бір ойын екенін ұғар еді. Теледидардан сусылдаған жібек көйлегі жер сызған Рита шашын олай да бұлай лақтырып, мұқынын бұраңдатып билеп жатыр. Басын сәл иіп, шар тараптағы сансыз жанкүйерлері жақсы білетін, тіпті кейбірі мұнысын желігу дейтін, әйгілі күлкісімен камераға қарап көзін қысты. Алайда Ләйла мен оның достары экраннан ешқандай желігу не шаттық көрген жоқ. Сүйікті Рита бұларды әсте алдай алмас. Біледі ғой, өйткені ұғады ғой. Текила Ләйла мен достары мұң деген не, мұңлы әйел деген қандай, бір көргеннен жазбай таниды. Тән, морг. Морг аурухананың арт жағында, жертөленің солтүстік-шығыс беткейінде. Бұл бұрышқа қарай баратын дәліздің түсі де солғын тартқан жасыл өзі. Күндіз түні аңызақ жел соғып тұратындықтан, ғимараттың қалған бөліктеріне қарағанда кәдімгідей суық. Бор тәрізді ақ, құрыш, сұр, мұз сияқты қара көк және тот басқан қызылдан басқа төңіректе түсте жоқ. Сот медицина сарапшысы іште жұмыс істеп жүргеніне бәлен сағат. Бір жағынан өз-өзімен сөйлесіп қояды. Енді қайтсын, тірі жан жоқ. Жотасы сәл-пәл күжірейіңкіреп тұрады екен. Өзі ілмеген шот маңдай. Көзі көмірдей қап-қара. Жұмыс қалатынына алақанын сүртіп, соңғы келген мәйітке көз ұшымен қарады. Тағы да кісі қолынан өлген құрбан. Селқос қарады да қойды. Пәлен жылдан бері мұндайдың талайын көрген ғой. Арасында жасы да, кәрісі де, байы да, кедейі де бар. Қаңғыған оқ тиіп өліп кеткені де, әдейілеп қинап өлтіргені де кезігетін. Негізі күнде түрлі сүйек келеді. Жылдың қай кезінде құрбан саны артып, қай кезінде азаятынын дәрігер тіпті күніне шейін білетін. Қысқа қарағанда жаз мезгілінде өлім көбейеді. Мамыр мен тамыз аралығында Стамбулда зорлау, кісі өлтіру өршиді. Қазан айы туысымен күн ыстығымен қоса қылмыс та айтарлықтай басылады. Мезгілге қарай өзгеріп отырудың себебін дәрігер өзінше топшалайды. Жағдай адамдардың не тамақ жегенімен тығыз байланысты дегенге сенетін. Күзде Паламида балығы топ-топ болып оңтүстікке қарай, Қара теңізден Егеге қарай көшеді. Сол сапарларында ара-арасында су бетіне қарай жүзіп кететін. Оны көргенде өмірден жалығып, қармаққа түскісі келіп жүрме деп ойлайды. Амалсыз ауып кетіп бара жатқаннан ауаға түсіп қаламба деп қорқақтай бергеннен де діңкесі құрып, бір сәт одан да біреудің қармағына түсе салғаным жақсы еді ғой, деп пейілі өзгеретін шығар. Қалай десек те, күз Паламида жейтін маусым саналады. Азаматтар осы дәмдіде майлы балықты сансыз мейрамхана, қонақ үй, жұмыс асханасы мен қаншама үйден жеген сайын серотонин көтеріліп, сәйкесінше стресс гормоны түседі екен. Мұндайда заң бұзатындар сирек. Жұрт та бір-біріне көп ашулана қоймайды. Осы бір алып шаһар жұрты Паламиданы қаншалықты көп тұтынса, қылмыс та соншалық жылдам азаяды. Тек әлбетте айналайын Паламиданың шеберлігі де шектеулі ғой. Балық маусымы біткен соң қылмыс деңгейі қайтартады. Көбіне әділет кеш келетін, тіпті талай уақыттан бері ат ізін салмай кеткен бұл елде бір қыдыру азамат көкірегіне қатқан кектің жетегінде кетеді. Күйіктен өртенген жанымның жарасын жазайын деп екі есе жан ауыртады. Қанға қан деп шектелмей, тағы да қанға жерік болады. Жанға жан деп тоқтамай, бір жанға екі жан деп өшігеді. Әрине, қылмыс біткеннің бәрі күні бұрын ойластырылмаған. Көбінде бір сәттік арқыраған ашудың да ықпалы бар. Кейде кісі өліміне
түп төркінін аңдамай қалған қара ниеттің өзі жетіп жатыр. Жөнді түсінбей қалған бір сөздің өзі қан төгуге сылтау болар. Стамбулда қылмыс жасау тым оңай, ал құрбан болу тіпті де оңай. Сот медсарапшы мәйітті аударып төңкеріп, денесіндегі сұйықтың бәрін ағызып жіберді де, әр бұғанасына, төс сүйегіне дейінгі аралықты тіліп, кеуде қуысын толық ашты. Ұзақ-ұзақ қарап, жара көгерген жердің бәрін анықтады. Әйелдің оң жақ тобығындағы татуға назар аударды. Арқасындағы дақ болып қалған жерін көрді. Бұл күйдіргіш нәрседен қалған тыртық болса керек. Қышқыл тигенге ұқсайды. Не де болса, химиялық заттан болған күйіктің орны деп сипаттады. Сондай-ақ кем дегенде 15-20 жыл бұрынғы із деп ойлады. Асылында қалай болды екен, деп алаңдады. Артынан келіп біреу дәлдеп шашқан ба, әлде жазатайым ба екен. Абайсызда ұрынған болса, бұл әйелдің мұндай қышқылда не шаруасы бар. Іш құрылысын толық талдаудың керегі болмағандықтан, бұл кісі қысқа ғана шала шарпы есеп жазуға кірісті. Басқа мәліметтерді алу үшін полиция берген есепке қайта-қайта қарады. Аты тегі Ләйла Ағарсу. Басқа аты Афифе Камила. Мекен-жайы Кафтанды Кавка көшесі 70-8, Бүйоғлы, Стамбул. Бойы 1,70 метр, салмағы 61 келі болатын ересек әйелдің мәйіті. Жәбірленушінің жасы жеке куәлігінде жазылған, туған жылымен сәйкес келмейтіндей көрінеді. 32-де емес, 40-45 жаста болса керек. Өлім себебі мен тәсілін анықтау үшін экспертиза жасалды. Киімі алтын түсті пайетка көйлек жылтырлаған. Биік өкшелі аяқ киім, шілтері іш киім, ішінде жеке куәлік, бір дана талап, бір дәптер, бір сия қалам және үй кілттері бар, баусыз қол сүмкесі. Ақша жоқ, зергерлік бұйымдары жоқ. Ұрлап кетуі мүмкін. Өлген уақыты мөлшерімен таңғы сағат 3:30-5:30-ның арасы. Жыныстық қатынас болды дейтіндей ешқандай белгі жоқ. Жәбірленуші ауыр доғал құралмен ұрған. Есінен танып жатқанда буындырып өлтірген. Дәрігер жазуын доғара салды. Әйелдің мойнындағы із қайта-қайта ойына келе берді. Қылмыскердің саусақ ізінің дәл жанында өлген соң пайда болғанға ұқсайтын қызарыңқырап тұрған сызық бар еді. Сонша уақыттан соң соның маңызды болып қалғандықтан емес, бірақ мойнында алқа болып, онысын біреу алып алған бекен деп ойлады. Оның ендігі не керегі бар? Не болса да, мұны да іздейтін ешкімі жоқтарды жерлейтін жерге апарып тастайды ғой. Ауырлап шығарып, жөн жоралғысын жасап жатпайды. Жақындары сүйегіне түсіп жуындырмайды. Шашын 3 бөліп өрмейді. Жаны мәңгі байыз тапқанын білдіртіп, қолын жүрек тұсына қоймайды. Бұдан ары жанары жан дүниесіне үңілсін деп, қабағын түсіріп көзін жаппайды. Бейітке қарай табытты мен алайын деп, ешкім алға ұмтылмайды, ешкім жоқтамайды, молда Құран оқымайды, бәрінен де қатты жылап дауыс шығарып тұрсын деп, әкеп қоятын кәсіби жоқтаушы да болмайды. Ешкімге керегі болмаған кісідей апыр-топыр, үн-түнсіз тез көміп тастайды. Кейін ешкім бұлардың басына келіп, Құран бағыштамайтыны да бесенеден белгілі. Бәлкім, бір баяғыдағы көршісі не отбасымызда қарабет қылдың деп қысыла қоймайтындай жамағайын жиені бір-екі рет соғар. Алайда ақыр соңында ол да бітеді. Басында не бір белгісі, не бір құлыптасы жоқ. Мазар бірер айдан соң төңіректегі жермен бірдей болып кетеді. 10 жылдан соң ол орынды итпен іздесең де таппайсың. Сұраусыздар зиратында бір номер болып жата береді. Сөйтіп, бұл әйелдің бүтін өмірі ерте деп басталатын, ертегідегідей қайта оралмас өткеннің еншісінде қалды. Доктор үстел басында бүкірейіп отыр. Жұмысына қатты беріліп кетсе керек. Қабағы қыртыс-қыртыс. Бұл әйел кім? Нендей өмір сүрді? Басынан не өткен дегенді ойлап, зәредей не алаңдап отырған жоқ. Бұл жұмысқа алғаш тұрған кезінде құрбандардың не істеп не қойғанына аса қызықпайтын. Оны басты қызықтыратын нәрсе өлімнің өзі. Теология не пәлсапа тұрғысынан да қарамайды. Ғылыми зерттеуінің тақырыбы деп біледі.
Адам баласы жүздеген жылдар бойы жаназа жоралғысына келгенде неге сонша аз жетістікке жеткен деп ылғи қайран қалады. Цифрлық қол сағатты ойлап тапқан, ДНХ-ны ашқан және МРТ аппаратын жасап шығарған мақұлық өз арасынан шыққандардың өліміне керегін жасауға келгенде тым артта қалған. Асылында бүгінгі мына істеп отырғанымыз 1000 жыл бұрынғыдан аса ілгері жылжи қоймаған. Иә, ақшасын суша шашып жатқандардың және қиялы ұшқырлардың қатардағы қарапайым азаматқа қарағанда таңдауы көбірек көрінетін шығар. Мысалы, қаласа күлін ғарышқа ұшыртып жіберсе де өзі біледі. Болмаса, 100 жылдан соң өмірге қайта ораламын деген үмітпен өзін мұғза салып қатырып тастай алады. Алайда адамзаттың көбіне келгенде таңдау тым шектеулі. Не көміп тастайды, не жағып жібереді. Екеуінің біреуі. Егер төбеде Құдай болса, атом бомбасын жасаған, жасанды интеллектіні жетілдіре алған, алайда өз ажалына келгенде әлі де тынышы кететін, өлгендерді әлі де қайтерін білмейтін бұл адам деген нәсілге қарап қарқылдап күлетін болар. Бәрінің қақ ортасында ажал тұрғанда, оны өмірдің шетіне қарай итеріп тастамақ болғаны неткен аянышты еді. Тірілердің бітпейтін мылжыңынан гөрі өлілермен үнсіз сөйлескенді құп көрген, ол талай жылдан бері мүрделерді зерттеп келеді. Зерттеген мәйіті көбейген сайын өлім туралы алаңы да жылдан жылға артып жатыр. Нақтырақ айтқанда, өлім барысында алаңдайды. Кеудесінде жаны бар бір тіршілік иесі қай уақытта мәйітке айналады өзі. Медицина факультетін енді тәмамдаған кезінде бұл сұрақтың жауабын нақты білетін. Ол кездері жас еді ғой, тәжірибесіз еді. Қай сұраққа да жауабы сақадай сай тұратын. Алайда қазір сол кездегідей бек сенімді емес. Көлге тас лақтырсаң, тас түскен жер сақиналанып, шеңберден шеңбер туады ғой. Сол сияқты өлім де материалдық емес бір қатар өзгерістерге себеп болады. Яғни адам ақтық демін шығарғанда емес, мына толқын өзгерістер соңына жеткенде барып өледі десе де болады. Медицина саласындағы өзі қалдырмай оқып жүретін журналдарда біршама тың ғылыми еңбектерді көріп толқып кетті. Әлемге белгілі ұйымдарда істейтін зерттеушілер жаңа өлген адамның миы біраз уақытқа дейін жұмыс істеп тұратынын байқапты. Тағы да бірнеше минут, кей жағдайларда 3-4 минуттан аспаса дейді екен. Кейде одан ұзағырақ болады екен-міс. Өлген адамның миы тура 10 минут 38 секундқа дейін жұмыс істей алады. Сол аралықта не болады екен сонда? Өлген адам өткенін еске түсіре ме? Солай болса қандай кездерді, нендей ретпен еске алады? Адам осыншама ұзақ ғұмырындағы сәттің бәрін қып-қысқа уақытқа қалай сыйдырар? Жүргізілген зерттеулер кезінде адам өлді деп жариялаған соң, бірнеше күн өткеннен кейін де, тәнінде 1000-нан аса қызмет тоқтамай жалғасып жататыны анықталыпты. Мынау жаңалықтың бәрі дәрігерді жадылап алғандай, бәлкім адамның ойы жүрегінен, қиялы ұйқы безінен, тілегі өт қалтасынан да ұзақ өмір сүрер. Оғашы оғаш, алайда неғып бұлай болмасын. Осы жазылғандар рас болса, онда ажал құшқанның осы қалпына себепші болған естеліктер әлі де толқып жатқанда, әлі де мына әлемнің бір бөлшегі болып тұрғанда, адамның жартылай тірі деп қабылдау керек пе? Жауабын білмесе де, яғни әлі білмесе де, бұл сұрақтар дәрігер үшін жаннан қымбатты. Ойындағысын ешкімге айтпайды, өйткені мұны түсінген кісі жоқ. Сөйте тұра, моргте жұмыс істегеннен ләззат алатын. Адамдарды тірі жүргенінде емес, өліп жатқанда қатты жақсы көретін шығар бәлки. Бұл да тірі жанға айтпаған шындығының бірі-тін. Ойға батып кеткен екен. Біреу есікті тоқылдатқанда селк ете қалды. Кіріңіз, осында жұмыс істейтін Кәміл мырза болмашы ақсаңдап ішке кірді. Өзі ақ көңіл, мейірімді кісі. Талай жыл қызмет еткен ол, ендігі осы аурухананың көне көздерінің бірі. Әуел баста барып кел, шауып кел боласың деп жұмысқа алғанымен, сол күннен бері осы жерде не жұмыс болса, соның талайын атқарды.
Тіпті жедел жәрдем бөлімінде оташы жетпей жатқанда бір-екі аурудың жарасын тігіп берген. Ассалаумағалейкум, дәрігер. Уағалейкум ассалам, Кәміл мырза. Мейірбикелерің сыбыр-сыбыр етіп айтып жүрген байқұс әйел осы ма? Жезөкшені айтып тұрсын ғой, я? Осы, түске дейін әкелді. Бейшара-ай десейші. Күнәсі болса, Алла өзі кешсін. Сарапшы езуін қисайтып, жымиды да қойды. Көзі күлген жоқ. Күнәсі болса деймісің? Жезөкше дедік қой. Естімеген сияқтысың. Өмірі күнәға тұнып тұр бұл әйелдің. Солай шығар. Алайда ана жақта кімнің алар сыйы көп екенін, кім лайық екенін біз қайдан білейік? Өзін Алла сүйген, жалғыз құл санап жүрген діңкеш пейіш төріне шыға ма? Болмаса, мына жатқан бейбақ әйел шыға ма? Кім білсін? Пай-пай, Кәміл мырза, осы уақытқа дейін жезөкшелерде көңілің барын білмеппін. Абай бол құрсын. Маған бәрібір ғой. Тек мынауыңды естісе, жан-жағымызда жегеніңді желкеңнен шығаратын бірталай адам бар. Қат кісі тырп етпей үнсіз отыр. Мәйітке мұңая көз тікті. Жүзіне қарасаң, құдды бір кездері танып, араласқан кісіне қарап жүрегі ауырып тұрған сияқты. Әйел жаны жай тапқандай көрінеді. Қанша жылдан бері көріп жүрген өлілердің дені сондай ғой. Мына жалған дүниенің күресінен, жаңылыс қате түсінігінен құтылғанына қуана ма екен осы, деп Кәміл мырза ойға бататын. Отбасы бар ма екен, дәрігер? Жоқ, әке-шешесі Ванда екен. Хабар жолданды, бірақ келгісі жоқ. Сол баяғы. Бауырлары да жоқ бекен? Сарапшы жазғандарын шолып шықты. Бауыры жоқ сияқты. Бар екен. Бір інісі бар. Тек ол да өліп қалған. Ешкімі жоқ па басқа? Бір әпкесі бар сияқты. Тек оның денсаулығы жоқ. Яғни ол да жарамайды. Және бір апасы мен көкесі тағы бар. Солардың бірі алар ма екен әлде? Жоқ, екеуі де бас тартты. Кәміл мырза сақалын сипап, бірдеңе айта алмай қыпылықтап біраз тұрды. Қалай қиюын келтірерін білмей тұрса керек. Ал жақсы, осымен менің шаруам бітуге таяды, деді сарапшы. Зиратқа әкете берсін, айтарсың. Сол әдеттегідей сұраусыздар зиратына апарсын. Дәрігер мырза, мен де соны ойлап тұр едім. Аулада 3-4 кісі тұр. Күтіп жүргендеріне бірталай уақыт болды. Қайғыдан қан жұтып өтір өздері. Олар кімдер? Мына байқұс әйелдің достары ғой. Достары деп қайталады сарапшы, құдды бір сөзді алғаш естіп тұрғандай. Жеңіл жүрісті бір әйелдің достары да өзінің ар жақ бер жағы болар деп топшалады. Жығылғанның досы да жығылмай ма? Күндердің күні осы арада мынау темір үстелдің үстінде көретіндеріңнің бірі екені анық қой. Кәміл мырза ақырын жөткерінді. Менің айтпағым, дәрігер мырза, бұл байқұс әйелдің сүйегін соларға берсе қайтеді деймін. Оны естігенде екінші еркек қабағын түйіп, көзімен атып жібере жаздады. Мұндай іс құзырымызда жоғын өзің менен жақсы білесің ғой. Мәйітті жақын туыстарына ғана бере аламыз. Білемін ғой, тек Кәміл мырзаның сөзі бөгеліп қалды. Отбасы болмаса, жаназасын шығарсын деп неге жолдастарына бермейміз? Мемлекет рұқсат бермейді. Оның да бір талай себебі бар. Кімнің кім екенін ешқашан біліп болмайсың. Неше түрлі жынды бар арамызда. Кісінің дене мүшесін бөлшектеп сататындар, психтар жетеді ғой. Жағдай ушығып кетеді. Алайда мынадай жағдайда не зияны тиер дейсің? Оған сен араласпа, айта берме. Бұл ережені бізбе шығарған. Тек біз бұйрықты орындаймыз. Тыңнан түрен салуға тырыспа. Бұл араны қазірдің өзінде өзгерту онсыз да қиынның қиыны. Қарт кісі ақырын басын төмен салды. Жақсы дәрігер, ұғынықты. Зиратты қарап келейін. Жер бар ма екен, көрейін. Иә, сөйт, дұрыс айттың. Алдымен қарап көр. Сот медицина сарапшысы папканың арасынан бір бума қағаз шығарды. Қолына қаламын ұстап, ақырын бетіне тигізді. Әр параққа мөр басып қол қойылды. Мүрдені бүгін түс қайта әкетсін деп айт. Шынтуайтына келгенде, мұның бәрі жай шартты нәрселер. Қаладағы басқа зираттағыдай жердің бәрін жұрт бәлен жыл бұрын алып қоятын шығар. Алайда сұраусыздар зиратынан қашанда орын табылар. Бұл Стамбулдағы жалғыз иесіз зират. Ләйланың ажырамас 5 досы. Сыртта ауладағы ағаш орындықта
бір-біріне сүйеніп 5 кісі отыр. Бірі қысқа, бірі ұзын, бірі-біріне нобайы келіспейтін 5 көлеңке жердегі тас бетінде қарайып жатыр. Ұлы сәскеге қарата бірінен соң бірі келді. Бір-бірден бәрінің де өкпесі өшіп жетті. Тосып отырғалы талай уақыт. Күн баяу батып барады. Каштан ағашының арасынан нұр сәуле сығалайды. Бір қыдыру уақыт өткенде араларынан бірі тұрып, директор, дәрігер не мейірбике әйтеуір кімді ұстай алса, сонымен сөйлеспек болып, ілби басып, ғимаратқа қарай барады. Тек бәрі бекер. Қанша жерден талап еткенімен, жерлеуі былай тұрсын, досының сүйегін бір көруге де рұқсат етер түрлері жоқ. Сонда да бұл жерден кетпейміз деп тұрып алды. Қайғыдан қан жұтып отырса да, осында тосамыз деп шешті. Ауладағы өзге жұрт, келіп кеткен кісілер мен жұмысшылар ара-тұра бұлар не істеп жүр дегендей қарап қояды. Өзара бірдеңе деп сыбырласады. Шешесінің жанында отырған бойжеткен бұлардың әр қимылын қалт жібермей бақылап отыр. Жүзінде менсінбеу қатар таңданыс барға ұқсайды. Басына жаулық салған орта жастағы әйел біртүрлі жау санаған адамын көргендей әдетіне басып, ашықтан ашық шеттеткенін білдіріп қабағын түйді. Ләйланың достары бұл жерге үйлеспей тұр ғой. Алайда шынтуайтына келсек, олар еш жерге де тиелі емес тұғын. Тура сол маңдағы мешіттердің бірінен ақшам азанын оқи бастағанда шашын түп-түзу етіп келте қиған әйел ғимарат есігінен жылдам басып шықты да бұларды бетке алды. Тізесінен сәл түсіп тұратын тырысқан хақи белдемше тура сондай түстегі жіңішке сызықтары бар жакет киіп алыпты. Жағасына орхидея пішіндес әдемі түйреуіш таққан. Бұл әйел кісі осы аурухананың науқастарымен байланыс жөніндегі төрайымы. Бұл арада тура біреудің керегі жоқ, тұра берудің керегі жоқ, деді төрайым ханым ешқайсының көзіне тік қарамаған күйі. Досыңызды дәрігер мәйітті тексеріп, ресми есебін жазып қойды. Керек десеңіздер, бір нұсқасын ала аласыздар. Шамамен бір аптада дайын болады. Тек қазір мына жерде тосып тұрудың керегі жоқ. Оның үстіне жұрттың мазасын аласыздар. Ешқайда кетпейміз, деді ностальгия налан отырған жерінен міз бақпаған күйі. Алған бетімнен қайтпаймын деген емеурін танытқандай, өзгелері сияқты төрайымды көрген бетте атып тұрған жоқ. Бадам пішінді қоңыр көзі сондай жылы өзінің. Алайда бұл ерекшелігіне қарағанда адам дегеннен байқамайды ғой әдетте. Мұны көрген бетте жұрттың көзі ұзын боялған тырнағына, кең жауырынына, былғары шалбарына, силикон омырауына түседі. Тура тап қазір төрайымның көріп тұрғаны сияқты өздеріне ұқсамайтын бірін трансвестит көреді. Кешіріңіз, деді әйел ашуланып тұрған сыңайлы өзі. Налан ақырын қимылдап, сөмкесінің аузын ашты. Күміс сауытын шығарып, ішінен бір түйір темекісін алды. Қатты шеккісі келіп тұрса да тұтатқан жоқ. Айтып тұрмын ғой, Ләйләмізді көрмей, мына жерден ана жерге аттап баспаймыз. Керек болса, мына жерге шатыр тігеміз. Төрайым ханым қасын керді. Не дегенімді ұқпаған сияқтысыз. Бұл жерде бұдан ары тұрып күтуге рұқсат етпейміз. Онсыз да оның ешкімге пайдасы жоқ. Досыңыз үшін ештеңе істей алмайсыздар. Туғаны емессіздер. Тек туғаннан да жақынбыз біз, деді саботаж синан даусы дірілдеп. Налан жұтынды. Тамағына тас тұрып қалғандай кетпей қойды. Ләйләні өлтіріп кетіпті дегенді естігенде көзінен бір тамшы жас шықпап еді. Қайғысының жолын кескен бірдеңе бар. Ызадан тұрғызылған дуал ол. Әр қимылын, әр сөзін қайталап жіберген тас дуал. Бері қараңыздар, түсініп тұрмын бәрін. Бірақ өздеріңіз де біліп тұрсыздар ғой. Мұның ешқайсысының да біздің мекемеге түк қатысы жоқ, деді төрайым ханым. Жолдасыңыз баяғыда апарылуы керек зиратқа жеткізілді. Бұл уақытта ендігі көміпте тастаған болуы керек. Не деп тұрсың сен? Налан түс көріп, оянып кеткен кісіше ақырын орнынан түрегелді. Неге бізге айтпадыңыздар ал? Заңдық тұрғыдан сіздерге ақпарат беруге міндетті емеспіз. Заңдық тұрғыдан де, ал адамдық тұрғысынан ше. Айтқанымдай, Налан сөзін бөлді. Неге айтпадыңыздар бізге? Не қылған адамсыңдар сендер? Мына жерде қанша сағаттан бері тосып отырғанымызды көріп отырсыңдар ғой. Білсек, мәйіт тиеген көліктің соңынан біз де кетер едік.
Неге бізге ешкім ештеңе айтпаған? Ханым, қазір сізге есеп берер тұрар шамам жоқ. Ханымды айнадан көресің. Төрайым бетін тыржитты. Бір сәт көзі бадырайып кетті де, іле-шала сығырая қарады. Әуелі маған бұлай сөйлемеңіз. Бұл бір, екіншіден, сізге хабар айту жауапкершілігіме жатпағаны сияқты өкілетіме де кірмейді. Қатын, онда немене мына жерде дыр-дыр етіп тұрсың бағанадан бері. Құры кет көзіме көрінбей. Өкілетіне кіретін біреуі келсін. Кешіріп қойыңыз, маған бұлай тіл қатуыңызға рұқсат етпеймін, деді төрайым, ашудан иегі дір-дір етіп. Амал қанша, күзетшілерді шақырып, сіздерді мына жерден шығарып жіберуге мәжбүр боламын. Айтпады демеңіз. Амал қанша, мен де сенің анау табақтай бетіңнен бір перуге мәжбүр боламын. Айтпады деме, деді Налан, тек жанындағы жолдастары қолын ұстап қалып, кейін қарай кетті. Шу шығармай тыныш тұрайық деп сыбырлады Жәмила. Алайда ностальгия Налан бұл ескертпені естіді ме, жоқ па белгісіз. Төрайым қалт бұрылды да, үшкір келген қысқа тобығы бар аяқ киімін тықылдатып ішке беттеді. Кетіп бара жатып бұларға көзімен жебіп жіберердей боп жалт қарады. Неге сонша таңғалғандарыңызды түсінсем бұйырмасын. Досыңыз қай жерге көмілетінін білмейсіздер ме сонда? Ол сияқтыларға бөлек зират бар. Тас жүрек бетпақ, деп бақылдады Налан әйел кетіп бара жатқанда. Бұрқылдады дегеннің өзінде даусы кәдімгідей гүрілдеп қатты шықты. Өзі онсыз да төрайым жайында не ойлағаннан әйел өз құлағымен естісін деп тұр. Бірер минуттан соң күзетшілер Ләйланың достарын аурухана ауласынан шығарып жіберді. Негізі оларды тура желгілеп тұрып шығарып жіберді. Жол жиегіне болып жатқанда ыржия күліп, көз алмай состия қараған бір топ адам жиыла қалыпты. Ыстамбұл өзі баяғыдан таман астында бірдеңе шығара салатын қойылымы көп шаһар емес пе? Мә, бірдеңе болса екен, бізде көретін дейтін қызық құмар көрермені сақадай сай тұрады. Сөйтіп, онысын осы жолы да дәлелдеп берді. Бұл кезде Ләйланың достарынан сәл кейіндеу жүріп, соңдарынан ерген қарт кісіні ешкім байқаған жоқ. Күзет қызметкеріндегі бүлікші бесеуді ауруханадан әжептәуір қашықтықтағы бір қиылысқа дейін дедектетіп апарды. Сол жерге жеткенде барып, қане құрыңдар көзге көрінбей, деп жайына қоя берді. Міне сол кезде Кәміл мырза ақырын басып, бұлардың жанына таяды. Айналайындар, тұра тұрыңдар, шаруаларыңа мұрнымды сұқсам айып етпеңдер. Ләйланың достары бірінен соң бірі басын бұрып қарияға қарады. Не керек саған ағай, деді Зейнеп 22. Даусы өрекпіп шыққанымен дөрекі емес. Қара қоңыр араласқан шұбар жиекті көз әйнегінің арғы жағындағы көзі жылай-жылай қызарып, домбығып кетіпті. Ауруханада жұмыс істеймін, деп қарт кісі бұларға жақындады. Оң қолын кеудесіне қойып басын иді. Сол жақта күтіп отырғандарыңды көргенде ет жүрегім езілді. Бастарың аман болсын, бекем болыңдар демекке ердім. Қараптан қарап, қаймана біреу келіп, жылы сөз айтып, басынан сипағанына тосырқаған бесеу қайтерін білмей тұрған жерлерінде сілейіп қатты да қалды. Рахмет ағай, ал сен досымызды көрдің бе, деп сұрады Зейнеп 22 именшектеп. Қарлыққан шашыраңқы даусымен тағы да былай деп қосты. Сеніңше не, болып па, қатты қиналып па Ләйла? Марқұмды көрдім, иә, жоқ, қапа болмағын. Пайымдауынша жаны тез шыққан. Кәміл мырза айтқандарына ең әуелі өзін сендірмек болғандай басын изеді. Зиратқа апару ісін мен атқардым. Клиосқа жерледік. Білмеймін, барып көрген бе едіңдер. Көп адам біле бермейді негізі. Сұраусыздар зираты дейді жұрт. Ол жерде құлпытас дегенің аса бола бермейді. Не аты, не тегі жазылмайды. Қатар-қатар жатқан бейіттердің үстінде сан жазылған тақтай болады. Бірақ мен сендерге достарың қайда жерленгенін айтайын. Білмек қақыларың ғой. Қарт кісі сөйдеді де, жекетінің төс қалтасынан бір жапырақ қағаз бен қалам шығарды. Қолының сыртындағы тамырлары адырайып шығып тұрады екен. Оның үстіне қоңыр-қоңыр дақ қаптаған. Айбақ-сайбақ қылып бір сан жазып берді. Ал балам, жаныңда болсын. Досыңның басына барып, білгендеріңді оқыңдар, гүлін қойыңдар, рухына бағыштап дұға қылыңдар. Естуімше Вандық екен. Марқұм жұбайым да сол жақтан еді. Ванның адамдары жақсы ғой. Жұбайым көтерілісте өлді. Сол 1976-да. Бірнеше күн қатарынан қираған жерді
түгел қарап таппадық, өліп қалыпты. Тура 2 айдан соң бульдозермен ол жерді тып-типыл болды. Бәрі Кәміл мырза, сонша түңіле берме, жеме-жемге келгенде не айырмасы бар дейсің. Марқұм ендігі көмулі жатыр. Күндердің күні бәріміз сол жер қойнына кірмейміз бе деді. Бәрі солай деді маған. Ішқұса бола бермесін дегендері ғой. Әрине, жаман ойлаған ешқайсысы жоқ. Алайда Құдай көріп тұр ғой. Жұрт сүй деген сайын қаным қарайып өшіге түсетін едім. Жұбайымның жаназасын шығарып, асын бере алмадым. Иә, соның оған керегі де жоқ, мұқтаж емес. Солай. Бірақ адам жанындай көретін жақындарының алдындағы міндетін орындай алмаса, іштегі жара қалай жазылмақ? Бәрі демін ішіне тартып, тым-тырыс қалды. Иә, қайтесіңдер, маған қарамаңдар, мен мылжыңдай берем ғой, деді қызметші. Тек сол қайырлы болсын айтайын дегем, жанына жақын адаммын, бақылдаса алмау дегеннің не екенін білемін ғой. Сіз де аман болыңыз, бекем болыңыз ағай, деді Хумира. Әншейінде аузы жабылмайтынның бірі болғанымен, тап сол сәтте жөнді сөз түспей қиналып қалды. Аза дегенің қарлығаш құс, деді қария. Бір күн тұрсаң, жоқ, кетіп қалыпты ғой дейсің. Түнемек болып басқа бір жерге көшіп кеткен екен деп ойлайсың. Тек ертеме кешпе қайта келер, жүрегіңізге қайта қонар. Қария әрқайсының қолын алып қош айтысты. Ләйләнің достары аурухана ғимараты біткен жерден бұрылып, үлкен қақпадан өтіп, көзден ғайып болғанша ер адам соңдарынан қарап тұрды, шығарып салды. Сол кезде 1,85 метр бойы бар, сүйегі ірі, жауырыны қақпақтай әйел Ностальгия Налан жол жиекке отырып, әке-шешесі бөтен біреудің үйіне тастап кеткен бала ұқсап, тізесін құшақтаған күйі жылай бастады. Ешқайсының аузына сөз түспеді. Біраз уақыттан соң Хумира қолын Наланның арқасына қойып, қане кетейік енді, жүр, Ләйләнің заттарын реттейік, бәріміз бірге. Шарлиге тамақ беруіміз керек, мысығын аш қалдырғанымызды білсе, Ләйлә бізге ашуланбай ма? Налан астыңғы ернін тістеген күйі қолының сыртымен көзін сүрте салды. Түрегелді, өзгелерінің төбесінен қарап тұрғанымен, тап қазір аяғынан әл кеткен. Өзін құтты резинкеден жасалғандай сезініп тұр. Шекесі солқылдап, басы қысып барады. Менсіз жүре беріңдер дегендей белгі берді достарына. Сендер бара беріңдер. Шынымен кете берейік пе? Зейнеп 122 басын көтеріп мұңая қарады. Налан басын изеді. Иә, кете беріңдер. Аздан соң жетіп аламын. Шамалы жалғыз қалайын. Ешкім қарсы болған жоқ. Ылғи тыңдап жүр ғой. Бұл жолы да Наланның сөзін тыңдады. Ностальгия Налан жалғыз қалған соң түстен бері мұрнын жеп бара жатса да, Хумираның демікпесі қозып кетеме деп шеге алмаған темекісін тұтатты. Құшырлана тартты. Түтінін дереу мұрнынан шығармай, өкпесінде біраз ұстап тұрды. Туғаны емессіңдер деп еді-ау, әлгі төрайым. Құнсыз қатын не білетін еді, боқты да білмейді. Не Ләйләні, не бұларды танымайды. Неге осы кей адамдар өмірінде көрмеген, танымайтын кісі туралы түк қиналмастан аузына келгенін оттай береді екен. Ностальгия Налан бұл дүниеде кім-кімнің де екі түрлі отбасы боларына сенеді. Бірін қан бауыры, екіншісін жан бауыры дейді. Әрине адамның бірге туғандары қан бауырына жатады, ал достары жан бауыры. Ақ адал, мейірімді отбасың болса, мұндай бақыт бұйырғанына шүкір етіп, мына жалғыз дүниеде қадірін білмек керек. Тек ондай жарасымды отбасың болмаса да, онда да ішқұса болмағын. Өйткені күндердің күні жан бауырларыңмен мүлде бөлек отбасы құрып аласың. Міне, дос дегенің осы үшін ғой. Достық дегеннің осынша қадірлі болғаны да сол ғой. Әсіресе жағдай оңай болмаған елдерде адам достықтан нәр алып тыныстаған. Өмірде жан бауыры, қан бауырынан артық болмаса, кем емес екенін дәлелдеген кез талай болған. Алайда қай-қайсымызда кемсіту көрмей, елден ерек болмай-ақ құрметке адам сияқты қатынас құруға лайықпыз. Соған қақымыз бар деп сенетін. Сол құрметті ешкімнің иелігіне жатпайтын алақандай жер деп біліп, соған үміт дәмін сепкен. Бір күні бүршік атып, көктеп көгерер дейтін кіп-кішкентай
Қария беріп кеткен бір жапырақ қағазды алып, жазып бергенін оқыды. Клиос, сұраусыздар зираты, 705. Парақтың шет жағына қарай сығылысып қалған ең соңғы санды оқу мүмкін еместей. Жазуы да түсініксіз екен. Сөмкесінде үнемі жүретін қаламсабын алып, жазулардың үстін бастырып шықты. 752. Соңыра қағазды мұқият бүктеп, қалтасына қайта салып қойды. Жалғыз ілік болмаса да, Ләйләні сұраусыздар зиратына апарып тастағандары Ғадауыттың Ғадауыты ғой. Ләйләнің сұраушысы бар, қан туғаннан да жақын жан туғаны бар. Өмір бойы жанынан табылып, адал болып жақсы көрген жанын ұққан достары бар. Анау айтқандай артық нәрсесі жоқ шығар, алайда достары бары анық. Қарияныкі жөн, Ләйлә жанымды жөнімен жөнелту керек. Оған қақы бар, деп ойлады Налан. Қолындағы темекі тұқылын жол жиегіне тастай салды да, қызарып жатқан шоғын бәтеңкесімен басып сөндірді. Порт жақтан ақырын көтеріліп келе жатқан тұман жағадағы қорқор кафелері мен барларды басып жатыр екен. Осынау миллиондаған адамның жүрегі қағып жатқан алып шаһардың бір жерінде тап қазір Ләйләні өлтірген қаншер кешкі асын ішіп жеп отырғаны шығар. Түк болмағандай шемішкесін шытырлатып, шағып, туғандарымен не көршілерімен бірге теледидар көріп отыр екен. Ар дегеннің не екенін білмейтін, мейірім дегеннің не екенін білмейтін, адам деген аты бар, заты жоқ, қуыс кеуде, іші іріп шіріген күйі тіршілігін жасап жатыр ғой қазір. Көзі жасқа толды. Ақырын мұрнын тартқанымен көз жасын ірке алмады. Сүрмесі ағып бетін айғыздады. Баласын арабаға салып алып, итермелеп кетіп бара жатқан екі келіншек жанынан өтті. Наланға әрі таңдана, әрі мүсіркей қарап жөніне кетті. Жол шетінде жылап отырған трансвеститтің жанына келіп, не болды қарағым деп сұрар, жұбатуға ұмтылар қанша адам бар бұл қарт қалада. Сол сәтте Наланның жүзін мұң торлады. Сырт келбетің бізге ұқсамайды деп, талайдан бері жұрт шеттетіп, алалап, қор тұтып келеді ғой. Наланның оған ет үйренген. Оны ойлап қам жемейтін. Тек керек болса жауабы да әзір. Алайда бұл не өзін, не достарын біреу мүсіркесе төзе алмайтын. Түрегелді. Тез-тез адымдаған сайын шешкен шешімі де беки түсті. Сол баяғы әдетіне басып, Ғадауытқа қарсы тұрмақ. Жұрттың соғыр сеніміне, тысқары пікіріне, иіссіз газ құсап, адамдардың өмірін басып қалған үнсіз жиренішке қарсы тұрмақ. Ләйләнің сүйегін құдды бір маңызы жоқтай, ешқашан ешкімге керек болмағандай, шүберек құсатып бір жерге лақтыра салуға ешкімнің де қақы жоқтын. Ностальгия Налан досын ақтық сапарына арулап шығарып салудың қамына кірісті. Кім болса да, қандай болса да, Ләйлә құрметке лайық екенін дәлелдемек. Бұл іс біткен жоқ. Бұл бет жабылған жоқ. Әлі істелер шаруа жетеді. Бүгін кешке қалған достарымен сөйлесті. Бәрі бірге ақылдасып, Ләйләнің жаназасын жасаудың жолын табады. Анау, мұнау жаназа емес, әдеттегі бір жаназа емес. Бұлар сүйікті текилардың шақары, бұрын соңды көрмеген сойқан жаназа өткізбек. Құбылмалы артайған сиқыршының көзі ілеспес ойын шығар. Асылында Стамбул деген жер жоқ. Стамбулдар ғана бар. Әмбе көп. Күресіп, тайталасып, текетіресіп, үнемі арпалысып, бір-бірінен жеңіліп, ақыр соңында араларынан бірі ғана аман қаларын іштен білген мыңқырық Стамбул бар. Мәселен, анау басынан мынау басына жаяу жетуге болатын, арғы беті мен бергі бетіне қайық не салмен жүзіп бара салатын ескі Стамбул бар еді. Ол қонарын сай, ұшарын жел білетін дәруіштер, ершілдердің, сотқарлардың, палшылардың, өрімшілердің, жеңгетайлардың, оймашылардың, қарттардың, жібекшілердің, қылышкерлердің, заргерлердің, тоқымашылардың шаһарытын. Сосын тағы модерн Стамбул бұл. Оның олай-бұлай жүйткіген көлігі
мотоциклі бар. Жаңа сауда-саттық орындары көкке мойнын созған зәулім ғимараттар мен өндіріс орындарын салуға қажет құрылыс заттарын тасыған ауыр жүк көліктері де ағылып жатыр. Өз білгеніне басып кеңейіп бара жатқан иір-қиыр қала, императорлардың да Стамбулы бартын, тобыр деп жұрт менсінбейтіндердің Стамбулы болған. Жаһанға белгілі Стамбул тағы болған. Қытымыр Стамбул да бұл. Космополит Стамбул болған. Қаһарлы Стамбул болған. Кәпір Стамбул да болған. Сонымен қатар иманды Стамбул да бартын. Мачо Стамбул да болған. Арман тілек пен қайшылықтың құдайы Афродитаны өзіне символ қылып алған нәзік Стамбул да болған. Сонымен қатар баяғыда жарыққа кетіп қалып, өзге жағаға барып кемесінің желкесін жайғандардың Стамбулы бар еді. Кетіп қалғандардың Стамбулы. Олар үшін бұл қала естеліктердің, аңызға бергісіз хикаялардың, арман қиялдың астанасы тұғын. Сүйіктісінің жүзі сейіліп бара жатқан тұмандай бұлдырап, көз алдынан кетпейтін тәтті де ащы ғашықтық сезімі бар ғой. Олар Стамбул дегенде сондай беймәлім күйге түсіп, әр-сәрі болады. Осы Стамбулдардың бәрі жан біткен матрешкалар сияқты бірінің ішіне бірі жасырынып өмір сүре береді. Алайда зұлым сиқыршы олардың бір-бірінен ажыратып, діз қатар қойып қойса, бәрі бір төбеде. Биоғлы өзі бір төбе екенін байқар еді-ау. Тарихқа көз салсақ, тап Биоғлы сияқты елдің қалауына айналған, махаббатын үйіп төккен, сүйте тұра осынша күйі жағылған, жын ойнақтың ордасына бағаланған жер жоқ шығар. Дүрбелең Аласапран мен бейберекеттің орталығы болған бұл аймақ әдебиеттерде жүздеген жылдан бері түрік еркектерін жолдан тайдырған үш басты нәрсемен либерализм, геодонизм және батыстандырумен байланыстырылады. Баяғы аты пиратын, ол юнанша қиыр тарапта, жалпақ тілмен айтқанда қарсы жақ немесе басқа жақ дегенге келетін. Халичтың қарсы жағы ғой. Әбден қанға сіңген қасаң қағидалардың әдетке айналған ғұрыптардың басқа жағы. Жұрт білетін әдепкі аты қарашық еді. Мағынасы інжір бақ дегенге келеді дейді білетіндер. Енді сол жеріміз күні кешеге дейін Текела Ләйланың үйі еді. Жанына жақын жай еді. Дәли өлген соң Ләйла жалға алып тұрып жатқан пәтерден кетпеймін деді. Әр бұрышына сүйгенінің күлкісі, үні сіңген үй ғой. Төлейтін ақысы да әжептеуір. Десе де бір амалын тапты. Түннің бір уағында жұмыстан үйіне жеткен соң ылғи сыздықтат ұнады. Тәнін ұзақ-ұзақ ысқылайтын. Сосын жаңа туған сәбидей үстіне бірдеңе тиіп кетсе болды, ауырып, қып-қызыл болып терезе алдындағы креслолардың біріне жайғасар да шаһар төбесіне жайылған таң шапағын тамашалайтын. Дәлиді еске алып жып-жылы жұп-жұмсақ көрпеге оранғандай күйге түсетін. Көпке дейін аяқ жағында оралып жататын шапқын Шарлимен бірге отырған жерінде ұйықтап қалатын. Біраздан соң екі бүктетіліп, тұла бойының бәрі құрысқан күйі оянатын. Кафтанды Кавка көшесінің қос қапталында қирағалы тұрған үйлер мен кішкентай ұядай ғана шам, аспашам сияқты заттар сататын дүкендер орын тепкен. Кешқұрым сол дүкендердің шамдары түгел жанғанда, бұл көше құтты басқа бір ғасырға түсіп кеткендей қоңырқай түскен етін. Бір кездері бұл көшені күркілі Кафтан көшесі деп те атаған екен. Сөздің шыны кей тарихшылар сары шашты Канизак көшесі болған дегенде алға тартып жүр. Сөйтіп жүргенде қаланы урбандау керек деп іргелі жоба басталып, аудандардағы көше тақтайшаларын ауыстыру керек деген шешім қабылданады. Сол кезде әкімдіктегі қызметкерлердің бірі көше аты тым шұбалаңқы депті де алдындағы сөзді алып тастап Кафтан көшесі деп өзгертіпті. Содан жұрт солай айтып кетіпті. Алайда бұл аты да ұзаққа бармапты. Бір күні филология факультетінде оқып жүрген бір қылжақбас студент келіпті де, фломастерін алып Кафтан
сөзін Кафкаға айналдырып жіберіпті. Әлгі студент Кафтан Кафка болды деген екен. Оны естіген жұрт іліп әкетіп, көше аты Кафтанды Кафка болып кетіпті. Жазушының жанкүйерлері жаңа атауды ұнатыпты. Ал өзге жұрт не мағына берер сөз екенін білмесе де, әйтеуір құлаққа жағымды, тілге жеңіл екен деп оғаш көрмепті. Осы оқиғадан соң, әсіресе ұлтшыл газеттердің бірінде Стамбулдағы азшылықтың құпия мұраты деген тақырыпта мақала жарияланды. Мақалада бұл Кафка деген атау Жөйт жазушысына ашықтан-ашық көрсетілген құрмет, соның сөзін сөйлеу, биоғлыдан ислам түрік мәдениетін тамырымен қоса қопарып жұлып алу, ысырып тастау мақсатында құрылған пасықта көр жоспардың бір бөлшегі делініпті. Сөйтіп көшенің әуелгі атына қатысты дау-дамай бір шешімге тоқтамаса да, әдепкі атауын қайтарайық деп қол жинау жұмысы басталады. Екі балкон арасына «Я сүй, я кет», «Ұлы халық жалғыз» деген жазуы бар етектей плакат іліп қояды. Стамбулдың оңтүстік батысынан соққан алтын күрең жел тербеп, біраз уақыт желбіреп тұратыны бар. Жауын шашын тиіп, күн көзі түсіп тозып кеткен плакатты бір күні түс қайта жіп-жіпмен қоса жұлып, көкке ұшырып әкетті. Ал бұл кезде қағаз қаламын ала жүгірген кертартпалар баяғыда мәселені ұмытып, басқа нәрсеге ауып кеткен. Іс қалай тез басталса, тура солай тез аяқталып ұмытылыпты. Уақыт өте бұл арнаға түсіп, ескі мен жаңа, дұрыс пен бұрыс, шындық пен бұрмаланған дүние медай араласып кетті. Сөйтіп тарихы қызық көше Кафтанды Кафка көшесі болып қала берді. Осы көшенің ортасына таман көне монша мен жаңа мешіттің ортасында бір кездері заманауи әрі сәулетті болған, қазір одан жұрнағы да қалмаған көп қабатты үй бар еді. Енді қолын үйретіп жүрген бір ұры сыртқы есіктің әйнегін сындырып, салдыр-гүлдір еткеннен зәресі ұшып, ештеңе жымқыра алмай тайып тұрыпты. Тұрғындарының ешқайсысы жаңасын алайық, ақшасын жинайық деп қоймаған соң, жүк таситын көлігі бар біреу құрал саймандарының арасында жүрген изолентамен ұстатып қойған екен. Содан бері әйнек сол күйі тұр. Шапқын Шарли құйрығымен аяғын орап есік алдында отыр екен. Жүні көмірдей қап-қара, зүбәржат көзінің шеңберлері алтындай сапсары. Бір табанын әкшелікке батырып, кейін онысынан айнып қалып, дереу шығарып алғандай әппақ түн. Құттай күміс қоңырау тағып қойған қарғы бауы қозғалған сайын сыңғыр-сыңғыр етеді. Өзі естімейді, бірақ төңірегіндегі тыныштықты ештеңе бұза алмайды. Кеше түнде Текила Ләйла жұмысқа кетіп бара жатқанда бұл да сыртқа жалп берген. Онда тұрған Тағы бір сағат өтті де кетті. Дабылын аямай басып, жеңіл көліктер ызғи басады. Көше-көшені аралап, сауда жасайтындар айғайлап, не сататындарын айтып жүр. Бұрыштағы мектептің дауыс зорайтқышынан әнұран естілді. Оқушылар да қосыла шырқады. Әнұран аяқталған соң, бәрі бірге түрік жұрты жолында жанын құрбан деп ант етті. Өткендері бір жұмысшы жоғарғы қабатынан құлап өлген алыстағы құрылыс алаңында жерді тітіренткен бульдозер салдыр-гүлдір етіп бірдеңе істеп жатыр. Стамбулдың саз-сарыны жер мен көк арасын түгел алып жатыр. Алайда оның ешқайсысын мысық естімейді. Шапқын Шарли біреу басымнан сипаса ғой дейді. Қара жамылғандар,
Қас қарая өзгелеріне әлі жете алмаған ностальгия наланнан басқа Кафтанды Кавка көшесіндегі Ләйланың пәтеріне барды. Әрқайсында бір-бір артық кілт болғандықтан ішке кіру мәселе емесі анық. Сырттан есікке таяғанда Саботаж Синанның жүзі өзгеріп сала берді. Бір сәт кеудесі шаншып кетті. Ләйланың пәтеріне кіруге өзі жоқ, қаңырап бос қалған бөлмесіне көзімен көруге әзір еместін. Аяғы тартпай қойды. Көңілі қаламады. Мына жерден кеткісі келді. Жаннан артық жақсы көретін жандарының қасынан ұзаққа кетсем деген сезім атойлап маза бермеді. Ең болмағанда аз уақыт жалғыз қалғысы келді. Немен жұмыс жаққа бір барып, көріп қайтсам бекен дейтін. Асығыс-үсігіс шығып кетіп едім ғой. Таңертең хабар жетісімен ілулі тұрған күрткесін жүре киіп, кеңседен атып шыққан. Қайда кеттің дегендерге балалардың бірі жақпайтын бірдеңе жеп ұшынып қалыпты. Тез арада үйге баруым керек дей салған. Саңырауқұлақ кеше кешке жеген саңырауқұлақтан ұшынған ғой. Соншалық оралымды сан артығы ойына келмеген тұғын. Әріптестеріне шындықты қайтып айтсын. Ешқайсысы Ләйла деген досы барын білмейді ғой. Талай жылдан бері ешкімге айтпас сырындай сақтап келеді емес пе. Ал бүгін жұбайы әлде бір себеппен жұмысына қоңырау шалса, өтірігі әшкере болмай ма деп, соны енді ойлап тұрған жайы бар. Міне сонда басы бәлеге қалары анық. Үйде де, жұмыста да құлағына тыныштық болмасы белгілі. Осы уақытта қайда бармақсың деп сұрады Жәмила. Кеш емес пе? Біз барып, бәрі дұрыс па көремде, қайтам, тез келемін. Мақұл, көп кідірме деді Хумира. Кептеліс уақыты ғой, барынша тырысамын. Саботаж Синан жеңіл көлік дегенді жек көреді. Алайда клаустрофобиясы бар ғой. Сондықтан кісі аузы мұрнынан шығып тұратын автобус, паром дегендерге де міне алмайды. Ал қазір кештің мынадай шағында оларда ине шаншыр орын жоғы анық. Амалсыз көлікке мінуге тура келді. Үш әйел жол жиегіне шығып, Саботажды көзбен ұзатып салды. Қалт-құлт етіп әзер жүріп бара жатыр ма өзі. Аяқ астында жатқан тас төсеменің сапасына күмән келтіргендей көзін жерден алмайды. Иығы бүкірейіп, мойны салбырап, әл дәрмені қалмаған кісідей көрінеді екен сырт көзге. Ләйланың өлімі қатты әсер еткен секілді. Жүрек түпкірінде тұнып жатқан сырын шайқап жібергендей. Өңменнен өткен ызғырық желден қорғанғысы келіп, күрткесінің жағасын көтерген күйі ерсілі қарсылы ағылған адам теңізіне сіңіп қарасы үзілді. Зейнеп 122 білдіртпей көз жасын сүртті де саусағының ұшымен көз әйнегін көтеріп қойды. Іле шала жанында тұрған екеуіне қарады. Сендер кіре беріңдер деді. Сенше, мен дүкенге соғайын. Ләйлаға бағыштап қалуа жасауым керек. Мақұл, жақсы деді Хумира. Сыртқы есікті ашып кетемін. Шарли кіреді. Зейнеп 122 басын изеп құптады. Бісмілләсін айтып, әуелі оң аяғын басты. Ақырын жүріп, жолдың арғы бетіне өтті. Туа сала тұқым қуалайтын дерт шеңгеліне ілінді емес пе? Сол ауру дене тұрқын өзгертіп, өз қатарынан ерте қартайып барады. Құдды өмір дегенің бар жылдамдығымен басып өтіп, мәреге жетуге тиіс жарыс секілді ғой. Алайда Зейнеп 122 хәлім мүшкіл деп шағымданған кезі сирек. Одан да арызын бір құдайға ғана еститін, басқа тірі жанға шағынған емес. Достарында емес, Зейнеп 122 дінге жақын, шын жүрегімен Аллаға мойын бұрған. 5 уақыт намазын қаза қылмайды, арақ шарап дегеніңді татып алмайды. Ораза айы туғанда бір күнін қалдырмай ауыз бектеді. Лаванда жүрегінде Құранды қаншама рет мұқият оқып, қолына бір нұсқаларды салыстыратын, қаншама сүрені тіпті кейіп параларды мүдірмей жатқа соғады. Алайда ол дін дегенді атам заманда қалып қойған қасиетті білім деп емес, жүрек қағысы тоқтамайтын, бір орында қатып қалмай үнемі қозғалып тұратын тірі болмыс деп біледі. Оның ойынша бұл бір қоспаға ұқсайды. Ол қағазға түскен қараға салт дәстүрден қосып, ішіне бір шымшым, ырым, тыйым, ауыз әдебиетінен де қатады. Сондықтан да тап қазір Ләйланың жаны жәннатта шалқуы үшін тез арада істеуім керек нәрселер бар дегенге
имандай сенеді. Тіпті көп уақыты да жоқ. Әруақ дегенің ширақ келеді, зу-зу етіп жете салады. Өздері тым жылдам, шақырым-шақырым жерді көзді ашып жұмғанша еңсеріп тастайды. Қозы көш жерге үп дегенде жетіп барады. Тез арада хош иісті сандал ағашының шірнесінен камфора, раушан суын табуы керек. Сөйтіп қалуа пісіруге тиіс. Қалуаны мол қылып пісіру керек. Танимын, танымаймын демей, көрші қолаң көшеден өткен кеткеннің бәріне қысылмай таратпай ма? Анау мынау деп ешкімді бөліп жармайды. Кей достары, әсіресе ностальгия налан, мұнысын бағалай қоймасын біледі ғой әрине. Уақыт тар, сондықтан зинжерге бас сұға бермейтін. Ләйла дүкен қожайынын жақтырмайтынын біледі. Дүкен дегені консервілерді қатар-қатар қойып тізіп қойған, қорап-қорап заттарды жайып тастаған, еденнен төбеге дейін жетіп тұратын сөресі көп, ала көлеңке келген пәс жер. Дүкенді осы маңдағы жұрт ды дейтін еркек ұстайды. Тарқатып айтқанда, дүмше дүкенші дегенді білдіреді. Қашан барсаңда, талай жылдан бері өңі кетіп, тозған ағаш тақтай бетіне қолын қойып, сүйеніп тұрғаны. Ұзын қалың бұйра сақалын ширатып, күнде шығатын газеттердің біріне кіріп кетіпті. Ерні жыбыр-жыбыр етіп оқып отыр. Ашып отырған бетінде Текила Ләйланың суреті бар екен. Төмен жағына осы айдағы 4-ші құпия өлім. Стамбул түнгі көбелектерінің бойын қорқыныш биледі деп жазып қойған. Әбден зерттеп, 10 жылдан аса уақыт бұрын заңды Жезқаналар көшесінен кеткен Ләйла деген әйел кейін қайта сол көшелерде жұмыс істей бастағанын біліп алыпты. Оқиға орнынан ақша, қымбат зергерлік бұйым табылмағандықтан полиция шабуыл кезінде әйелді тонап кеткен болуы мүмкін дейтін. Өткен айда 3 жезөкшені қылқындырып өлтіріп кеткен. Мұның да сол істерге бір қатысы болуы мүмкін деген болжам жасап отыр екен. Мұның бәрі Стамбулдың жеңіл жүрісті әйелдерге жасалатын шабуылы мен олардың өлімі деңгейі басқа елдерге қарағанда 18 есе жоғары екенін көрсетеді. Жеңіл жүрісті әйелдердің өлімі көбіне жарияланбайды және өлтірген адамы ұсталмайды. Бұл осы саладағы адамдардың полицияға ақпарат беруден бас тартуына да байланысты. Соған қарамастан, жасалған мәлімдеме полиция бір қатар маңызды айғаққа назар аударып отырғаны айтылған. Полиция бастығының орынбасары баспасөз өкілдеріне берген ақпаратында осылай депті. Дүкенші Зейнеп 122-ның таяп қалғанын көрген бетте газеттің суырмасына сүңгіте салды. Өз-өзіне келем дегенше бірер секунды кетті. Сөйтіп күлімдей қалды. Сәлеметсіз бе деді ер адам асығыс-үсігіс. Амансыз ба деп жауап қатты. Өз бойынан ұзын аспұршақ қабының жанында тұрған Зейнеп 122. Көршім болған жайтты естідім. Бекем бол. Бай-бай. Еркек мойнын көтеріп, иегін алға созған күйі келген кісісіне бір жағынан қайтер екен деп, бір жағынан есіркей қарады. Теледидардан да айтты ғой, Отобай, түс қайта жаңалық көрген жоқсың ба? Сол кезде тағы айтты. Жоқ, көрген жоқпын деп, Зейнеп 122 көп созбақтамады. Демек ұзаққа бармайды. Қаны бұзық оңбаған қаншер, кім болса да ұзатпай ұстар, Құдай қаласа. Төңіректе қаңғыбастан аяқ алып жүре алмайсың. Құр сенделіп жүрген мәжгүн сандалбайлардың бірі болса, еш таңғалмаймын. Өз сөзін өзі мақұлдап, құлшына басын изеді. Бұл сұғанақтар ақша үшін бәрін істейді. Солай бұлары бесенеден белгіледі. Қанша жыл болды? Күрттер қаптап кетті емес пе? Соңыра арабтары келді. Сорақыз сол, сығандардың аяғы жетті. Қаланы танымай қалдық тіпті. Мен де арабпын ғой. Дүкенші мырза, ұмытып қалдың ба? Еркек жымиды. Құдай қосқан көршім-ау, сен айтып тұрғам жоқ әрине. Зейнеп 122 ас бұршақтарға қарады. Мына жерде Ләйла болғанда еркек сымақтың сазайын берер еді-ау деді іштей. Алайда налаң құсап, алып ұрып, жағасына жармаспайтын, мақтамен бауыздайтын. Ләйланың дауыс ырғағы қашанда майда, қақын қорып тұрса да, тіпті дөрекі біреумен ұрсып тұрғанның өзінде еш өзгермейтін. Амал қанша, енді Ләйла жоқ, дау-дамайға жоқ. Ондайды ұната бермейтін Зейнеп 122 жынына тигендерді қалай жолдан ысырарын білмей
тұрып қалды. Басын көтеріп қайта қарағанда, бақалшы бұған бірдеңе дер ме екен дегендей әлі қарап тұрғанын көрді. Пардон, ойланып кетіппін ғой. Еркек түсініп тұрмын дегендей басын изеді. Қамырыққан көңіл ғой, қуайғы қойсын ба. Бір айдағы ылғи Алла әрқайсымызға мүнәсіп көрген жазасын кеседі ғой деймін. Бір күнәнің болсын арадан сытылып кетуіне лұқсат етпес. Енді Алла алдында Ләйланың да күнәсі баршылық. Еді ғой, ақыретте солардың әрқайсының есебін береді. Сонда да ақыры бұлай болмау керек еді ғой. Зейнеп 122 маңдайын ұстады, басы сынып барады, жүрегі көтерілді, қызық, басының сақинасы жоқ еді. Ләйла ғой, бұл дерттің азабын шеккен. Жаназасы қашан? Үй іші реттеді ме бәрін? Зейнеп 122 мына сұрақты естіген бетте көзін тайдырып әкетті. Мына сүмсік жетесіз еркек сымаққа бар шындықты айтар ниеті жоқ. Отбасы теріс айналып, талай жыл бұрын бас тартқаны, сүйегінде алғысы келмеген үшін Ләйланы сұраусыздар зиратына көміп тастағанын түсіндіріп тұрмасы анық. Ренжіме Емен мырза, асықсыз едім да. Бір бөтелке сүтпен бір пәшкі сарымай алсам бола ма? Сосын талқан керек. Ал әрине. Қалуа жасайын деп жатырсыңдар ма деп сұрады бақалшы. Жасаңдар, сауап қой. Бір қанша күнәсін жуып, пайдасы тиіп қалар. Ләйланы мінеу саған қалып па енді, не шаруаң бар, жұрттың күнәсінде, дегісі келді кенет Зейнеп 122. Алайда тағы да әдетіне басып, тілін түстеп қалды. Ұмытпай, маған да қалуа кеп тастаңдар, ақшасына бас қатырма, заттар менен болсын. Жоқ, рахмет, болмайды, өйтіп ала алмаймын.